Жалғыз жүрген жақсы екен деп жатқан жоқ. Мынау жалғыз жүріп, мына жерде более қаттырақ раскрываться етіп жатыр деген секілді айтқым келді. И Жанерке тоже сыртта раскрываться етіп жатыр деген сияқты айтқым келді. Жоқ, негізі ше, өйтіп раскрываться. Назеркенің жаңағы мәселесін айтып жатсыз ғой. Бұл ұмытылған жоқ. Ертең бұйыртса сіздің үміткеріңіз студияға келсе, сол кезде өзіңіз айтып берсеңіз. Жоқ, негізі бөлек-бөлек жүріп раскрываться етіп жатқан жоқ. Бұлар бір-біріне үйренді. Бір-біріне үйренгендіктен қазір олар қайда жүрсе де кәдімгідей бір-біріне поддержка береді. Алдында мысалға екеуі бір нәрседен бір шешім таба алмай, компромисс таба алмай, әлі үйрену барысында жүрген еді. Мысалға, мен де Әділжанмен екеуміз сыртта негізі көп сөйлесеміз Әділжанмен. Жаңағы өзімде таныстықтағы жайлыда бір-екі моменттерді сөйлесіп қаламыз. Сол кезде негізі Әділжанның не дегенмен менен жасы үлкенше Әділжанның. И оны опыты бар да біраз нәрседе. И біраз жерлерден негізі жақсы советтер береді екен. Сол нәрселерді енді бүгін мен мысалы Жанерке екеуінің арасында не болып жатқанын білмеймін ғой. Бүгін көрдім, и сол маған айтқан нәрселерін өзі істейді екен да, оказывается. Сол нәрселерді мен көрдім да, кәдімгідей таңғалып жатырмын. Это реально работает деген нәрсені көріп жатырмын да. Шынымен жігіт сыртта қыз не істеп жатса да, қандай нәрсе істеп жатса да, кішкене поддержка беріп, кішкене бүйтіп көтеріп жіберсе, қыз шынымен гүлдеп құлпырып тұрады екенші. Мен ойлаймын, бұлар екеуі екі жақта қай жақта жүрсе де, бұлар зато қазір байланыста. Любой нәрседен компромисс табады, бір-бірінің істеп жатқан заттарынан жақсы жақтарын ала алды деп айтқым келеді. И осы нәрсені біз наоборот, бөлек жүрсе күшті болып кетті деген нәрсе емес. Наоборот, осындай нәрсені үйрену керек сияқтымыз. Ортада отқан адамдар, ол мына жерде камерадан көріп отқан халық бар, өсіп келе жатқан қыз жігіттер бар. Солардың барлығы отношенияның жақсы жерлерін осы екеуінен ала алады деген ойдамын мысалға. Я мына жерде просто алдында енді екеуі бірге отырған кезде ұзақ отырып кеткеннен кейін бір-бірінде уже кикілжің пайда бола бастады. Реклама сайын ұрсып, сол үшін айтып жатырмын. Енді кішкене бір-бірінен алыстағаннан кейін гүлдеп, жақсарып жүр деген секілді. Негізі айтады ғой, қарым-қатынас шынайы махаббат, ол еркіндік бере тұра, сол еркіндікте жүре тұра, адам сені өз еркімен, өз қалауымен қайтадан сені күн сайын таңдайтын болса, бұл нағыз махаббат деп. Сондықтан сол еркіндікте жүрген адам ешқашанда мені бағаламай жатыр ау, немесе менің жолым болмай жүр ау дегендей ой болмайды деп ойлаймын. Осында еркіндікті бере отырып, екі жақты дамып, содан кейін бір-бірлеріңізге қолдау көрсету. Балауса ханымшы, бұл негізі тоқтай кетсем деймін да, бұл негізі қазір көбісі түсінбей қалуы мүмкін, бір-біріне еркіндік беріп тастады, и содан кейін бұларда күшті жатыр. Негізі олай емес. Бұл жерде просто баланс табылды деп айтқым келеді да. Өйткені алдында Жанерке басында бойын сұнғысы келмей жатыр еді Әділжанға. Әділжанға қарай бойын сұнды, Әділжанды тыңдады, Әділжанның қай жерлерде бір кішкене дұрыстап жіберген нәрселерін тыңдады. Оған Әділжан айтты ғой, маған бір шаг жасасаң, мен саған 100 шаг жасаймын деп. Әділжан тұрды да, наоборот, енді сен саған бойын сұну керек заттар болып жатыр ма, мен де саған істеймін деді. Вот бір-біріне деген баланс осы жерде да. Андай сілей еркіндік деп кетіп қалмаңыздар деп айтып жатқам. Бірақ енді Жанерке онсыз да күшті болып кетер еді. Әділжансыз ақ өзі енді көрініп тұр ғой, талпынысы көп. Сондай Әділжансыз ақ, Әділжан поддержкасыз ақ әйтеуір күшті болып өсіп жүре берер еді деп ойлаймын. Иә, Ислам. Юлия ханым. Балауса ханым, мен негізі екеуіне қарап қатты сүйсініп отырмын. Айтады ғой, махаббаттың 3 кезеңі болады дейді. Бірінші кезеңі ол балалық шақтағы кезең, міне нағыз махаббат деп әлгі айырылысып кеткеннен кейін де сен айта аласың да, міне осы нағыз махаббат дейсің. Екінші кезеңі ол бізге сабақ беретін махаббат дейді. Одан сабақ ала алатын. Үшінші кезеңі ол бір-біріне түсінушілікпен қарау, бір-біріне сенімділікпен қарау дейді. Сол үшінші махаббатты осы екі жаннан көріп отырмын. Тек бақыт тілегім деп отыр. Маржан. Бұл екеуіне менде тек қана жаңағыдай ғой. Енді басталып жатқан осындай керемет жұптықтарың арғай жалғасын таба берсін. Өткенде де жаңағыдай тойға бара берейік. Тек мен бұл жұпқа бақыт тілеймін. Болады. Бәрі бақыттылық бетті, шынымен мен бүйтіп қарап тұрғаным, әділетсіз көріп тұрмын да. Мысалы қарашы, өз арманын байтқанда қанша жыл оқыған, бәрін тастап, мысалы Жанерке үшін келді ғой жерге. Ау, не дейсіз? Бәрі мені жек көріп қарап отырмын, мен реально айтып отырмын, бәрі мақтап кеттіңдер да, сөзің ашық керек. Мен бір әділетсіз көріп тұрмын. Қытайға барған жоқ мысалы да, айтқанда махаббатым үшін деп. Енді келді да, бір момент, бір сондай әдемі бір момент келіп еді, жігіт лақтырып кетті. Осы жерде айтасыңдар ғой қыздардың бәрі, ойбай жігіттердің бәрі должен, жігіттердің бәрі бүйту керек, жігіттердің бәрі үйту керек деп.
міне жігіт істеді. Енді мысалы Жанеркенікі дұрыс па қыздар? Конкретно айтыңдаршы. дұрыс. Қай жері дұрыс? Өзіне келген кезде мысалы кетіп қалған сол дұрыс па? Жоқ, енді өзің қарашы, сонда деген оған предложение түсіп тұрған кезде Жанерке отказаться етпейді ғой, олар әлі үйленіп кеткен жоқ қой. Жоқ, қарашы, одан да керемет Тоқтайдан мысалы. Әділжан өзінің қалағанын істеді, ал Жанерке өзінің қалағанын істеді. Ол жерде Әділжанда тоже выбор болды. Ал Жанерке тоже өзінің болашағына қарай выбор жасады. Жоқ, бұл жерде мысалы қараш, болашақ біздің махаббатымыз үшін деп, мысалы өзінің де армандарын қиып осы жерде отырды да. Ол мысалы ойлашы, Қытайдан мысалы бас тартып отыр, қанша жыл оқыған, энергиясын жұмсады, келді, мысалы қазір жұмыс әдемі бір жұмыс келді де, кетіп қала саған. Жоқ, енді Болат, бұл жерде саған былай айтқым келіп тұрса, ол кездерде разница неде? Әділжан Қытайға кетейін деп айтты да, ол кезде ұзақ уақытқа. Егер ұзақ уақытқа Қытайға басқа елге кететін болса, бұл ара қатынас міндетті түрде ол кезде тоқтайтын еді. Ал бұл жерде разница неде? Жанеркенің қазір істеп жатқан жұмысы осы Алматы қаласында болғаннан кейін, тем более екеуі жұмыстан бөлек тыс уақытта бірге болғаннан кейін, мен ойымша Әділжан негізі өте дұрыс шешім қабылдады. Өзі отырып осында Жанерке сыртқа шығып өзінің қалауымен қалағандай жұмыс тауып тұрған кезде неге істемеске деген сияқты, сол үшін келіскен сияқты мен ойымша. Балсағам, жалпы айта кетейінші, бұл жерде мен Жанеркенің тек қана бір эгоизм болмаса бір қулығын ғана көріп тұрған сияқтымын да. Неге? Өйткені жаңада айтып жатырсыздар, иә, Әділжан Қытайға, яғни басқа өзінен үлкен мамандығына, өзінің болашағына барайын деп тұрғанда Жанерке үшін тоқтатты да осы нәрсесін. Ал енді Жанерке, сіз енді маған Әділжан қолдау білдірді деп өзіңіздің карьераңызды бірінші орынға қойып тұрсыздар. Сонда ортадағы ара қатынас деген нәрсе қайда қалды деген. Былай жасайық. Сіздер өздеріңіз асықпай түсіндіріп, басынан аяғына дейін айтып берсеңіздер, мархабат. Шешімдеріңіз жайында. Енді бізде шешім, біз ұзақ ойландық негізі Әділжан екеуміз, және де біздің алғысымыз редакция ұжымына, Қосылайыққа, сізге, Балауса ханым, бэндқа, барлығына шексіз алғыс білдіреміз. Осы жерде мен Әділжанды кездестіргеніме қатты қуанамын. Осындай адам келгеніне, сонымен ортақ шешіммен Әділжан екеуміз жобадан кетсек деген шешімге келдік. Жанерке мына жерде дұрыс істедің, потому что Әділжан жалғыз жүріп, мына жерде барлық қыздармен ойнап сөйтіп кетіп еді. Бірге алып кеткенің дұрыс болды. Әділжан. Жарайды, проигнорю. Негізі мен басында келген кезде өздеріңіз көрдіңіздер. Негізі мына киімді де сол бірінші мен шыққан эфирде киімім. Келген кезде өздеріңіз білетіндей мен айттым, осы жобаға Жанерке үшін келдім дедім. Енді мен Жанерке үшін өте қуаныштымын, өзінің жұмысын тауып, өзінің алдына қойған мақсатына ақырын қадам жасағанына. И мен всегда айтам, әлеуметтік желілерде айтқам, поддержкамны қаншалық керек, қаншалық поддержка керек болсын, мен берем деген. Сол себепті ең біріншіден Балауса ханым, сізге осы Қосылайық ұжымына, қатысушыларға үлкен алғысымды білдірем. Танысқаныма қуаныштымын. Сіздерге тек жақсылық, сәттілік тілеймін. Алдарыңызға қойған мақсаттардың бәріне жетіңіздер. Бұлай қоштасып кеткен. Мен қимай отырмын. Негізі бірақ көрермен редакцияға да айтқан болатын. Және Жанерке осылай менің арманымдағы маған ұсыныс түсіп жатыр. Мен сол қызметтен қалғым келмейді. Мен дәл қазір сол шешімді қабылдауым қажет деп айтқан болатын. Және бұл шешімді естіген Әділжан бірден мен де бірге кетемін. Себебі мен жобаға Жанерке үшін келген болатынмын деген шешім айтқан еді. Сондықтан екеуіңіз өмірде бірге сіздер әрі қарай жұптық ара қатынастарыңыз жалғасады, тек жобадан қана кетесіздер. Солай ғой. Әрине біз үшін де өте бір қимастық сезім болып отыр, себебі сондай әдемі жұпсыздар. Екеуіңіз бір-бірлеріңізге қарағандарыңыз, махаббаттарыңыз, мен ойлаймын біраз адамға үлгі болды деп. Және қанша қимасақ та енді қалай болғанда да өмір үлкен шешім өздеріңізде болады. Бірақ мен сіздердің алдағы уақытта тойларыңыз болса, осында келіп, тойларыңызды жасап, жақсы сырға салу болсын, құдалық болсын, барлығын осы жерде келіп өткізулеріңізді біз қалаймыз, өтінеміз өздеріңізден. Сондықтан сіздерге тек ақ жол дейміз. Рахмет. Құрметті қатысушылар, қоштассаңыздар болады.
Сенсіз арман бекер ғой, көңіліңмен сырласу. Өмір заңы екен ғой, кездесумен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға. Жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің.